Сәлем достар, сіздермен қайта қауышқан мен Мисмоли KZ. Достар, бізде бүгінгі видео ол блог болады. Және қазір бізде сағат 10:30 болды. Мен қазір сабағымды орындап жатырмын, кішкене көрсететін боламын. Тамақтанып, өзімнің бөлмемді жинап болдым. Және мен бүгін биден емтихан тапсырамын. Кеше бірінші емтиханымызды, бүгін екінші емтиханды тапсыратын боламын. Және осы емтиханды сіздермен бірге өткізуді шештім. Мен орыс тілі сабағын орындап отырмын. Және орыс тілі сабағы 5-ші сыныпқа арналған. Қазір тжб жазып жатырмын. Мен қазір кетейін деп жатырмын. Және сағат бізде қазір мен 12-де тапсырамын, 11:30 болды. 10 минуттан соң үйден шығамын. Мен шашымды осылай жасап алдым. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай жасап алдым. Енді қазір киінетін боламын. Мен өзімнің рюкзагымды асылап, және осы әдемі өзімнің кофтаммен очкимді тағалым. Және қазір кетіп бара жатырмын. Мен бірінші құрбым Әселяның үйіне баратын боламын. Мен Әселяның үйінен шықтық, біз Әселяны алып, және қазір екеуміз Дамираның үйіне бара жатырмыз. Біз қазір Дамираның үйіне келдік. Дамираның үйінің алдында тұрмыз. Дамираны шыққан соң Дамира қазір шайын деп жатыр, және мен барғаннан кейін жалғастыратын боламын. Кеттік. Қазір бізде емтихан болып жатыр. Мен осы киімді кидім. Кино. Пожалуйста. Ступать по культуре садик, сердце. Неге күлмей? Достар, мен жаңа емтиханнан үйге келдім. Және де сіздерге емтиханнан кішкене сіңділерді түсірген болатын. Қыздардың билеп жатқандығын. Және де қазір сағат бізде 3-тен асып кетті. Мен қазір кішкене шай ішіп алайын деп жатырмын. Себебі мен келсем, отбасым шай ішіп қойыпты. Тамақтанып қойған. Түскі астарын ішіп. Жаңағы печеньені мен пісірген болатын. Және де ал ана пирожкиді анам пісірді. Және де қазір бізде 7-тен асты. Біз шексіз сезім телехикаясын көріп отырмыз. Мен шай қойып болған соң кішкене ғана демалдым-да. Шай ішіп болған соң демалып, және де заттарды жаңағы тәттілерді пісіруге кірістік. Және де пісіріп қазір тамақтанып жатырмыз. Осылай. Және де достар, мен үнемі блогымды тек 7-ге дейін ғана жасаймын. Бүгін 7-тен асты. Бүгінгі менің видеом аяқталды. Видеоны ұнаса лайк басыңыздар. Және де жаңа менің қуатым бітіп қалған болатын. Сол себептен де мен түсіре алмадым. Пісіріп жатқан жерлерді. Яғни осымен менің бүгінгі видеом аяқталды. Ұнаса лайк басыңыздар. Ардама тіркеліп кетіңіздер. Пока-пока.